Сәлематсыздар ма? Мен сіздермен бүгін қысқыға дайындалатын баклажаннан жасалған икраның рецептісімен бөлісемін. Бірінші банкаларымыз бен қақпақтарымызды жуып, дайындап, қайнатып, дайындап қоямыз. Одан кейін керек заттарының бәрін жуып, ашып дайындап алдым. Баклажан, помидор, сәбіз, пияз, сұйық май, қант, су, уксус. Бірінші сәбізімізді алып, корейский теркадан болмаса ірі теркадан да өткізсе болады. Өткізіп осылай қуырып аламыз. 5 минуттай жақ қана жұмсарғанша қуырамыз да үлкендеу қазанға болмаса табаққа салып қойып қоямыз қуырылған пияз сәбізді. Одан кейін пиязымызды көріп тұрғандай етіп жіңішкетіп турап оны да қуырамыз. Ол қуырыла бергенше помидорымызды дайындаймыз. Помидордың қабығы ашу үшін 10 минуттай ыстық суға салып қойсаң тез ашылады. Одан кейін осындай етіп 4-5 етіп тураймыз. Дайын болған пиязымызды сәбіздің үстіне саламыз. Қазанға баклажанды да туралған көріп тұрғандарыңыздай қуырып аламыз. Мен 3 бөлек етіп қуырдым. Жұмсарғанша әр бөлікті 5 минуттай қуырасың. Дайын баклажанымызды қуырылған қазанға сәбіз бен пияздың үстіне саламыз. Помидорымыздың суын ағызып алып, осылай етіп көргендеріңіздей етіп, суын қазанға баклажандардың үстіне құямыз да, ал помидорымызды қуырып аламыз. Оған да 5 минут қана уақытымыз кетеді. Осылай етіп 5 минутта етіп қуырып алып, оны да қазанға құямыз. Енді болгарский перецті алып 4-5 етіп тураймыз, көріп тұрғандарыңыздай етіп. Оны қуырмаймыз, қазанға салып араластырамыз. Қазанның үстіне 1 ас қасық қант, 2 ас қасық тұз саламыз. Тұзды одан көп салудың керегі жоқ, одан кейін дәмін көреміз. 250 мл суды құямыз да араластырып, отқа қоямыз. Отқа қойып, қайнағаннан кейін астын бәсеңсітіп қойып, 40-50 минут қайнатамыз. Арасында асып, араластырып тұруымыз керек, асты жабысып қалмас үшін. 40 минут өткеннен кейін 1 ас қасық уксус 70%, болмаса 9% 100 мл уксусты құйып, тағы да 5 минут қайнатамыз да, дайын банкілерімізге құйып, салып, салатымызды қақпағын жауып, жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Рахмет тыңдағандарыңызға.